Сәлем достар, сіздермен мен Аружан. Бүгін біз зомби апокалипс деген сериал түсіреміз. Мен осы айдан бастап мен тек қорқынышты нәрселер түсіремін. Сондықтан да лайк басып енемді бағалап кетіңіздер. Ал біз видеомызды бастайық. Тек маған қайырлы. Бүгін сабақ болады. Питонды жуып келейін. Мен болды, мен де киінейін. Бүгін мен мектепте күнімді түсірсем бе деп ойлап тұрмын. Сондықтан камерамды алуым керек. Бүгін мен қандай камера алам? Мен осы камераны алуым деп тұрмын. Мен фотови менің ең сүйікті түсім. Сәлем достар, сіздермен болған мен Аружан. Мен бүгін мектепте күнімді түсірейін деп жатырмын. Қазір мен шай ішкенімді түсірем. Ақшай мен ең жақсы көретін шайымның бірі. И осындай ең сүйікті бәлішім. Жеп алайын. Достар, мен жеп болдым. Енді сабаққа кеттік. Ой, мөлдір адам, шоштың ғой. Мен енді сенің есігіңді қағайын дегем. Мен енді шығайын деп отқам сенің үйіңе. Как раз онда екеуміз бірге екеміз, сабаққа бірге барайық. Жарайды, жүр. Міне камерасы да болғансын. Мен видео түсіріп жүрмін. Жарайды. Қазір видеомды қосып жіберейін. Сен сәлемдесіп жібер. Жарайды. Мен қостым. Сәлем достар, сіздермен болған мен Аружан. Қазір біз мына мектепке баратырық. Менің досым Мөлдір. Сәлем достар. Біз мектепке жақындап қалдық. Уақыт әлі бар, сондықтан біз мұнда отыра тұрамыз. Сіздер арнамызға тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Я Аружанның арнасына тіркеліңіздер. Жарайды, мектепке кеттік. Мектепте бәрі жиналып қапты. Түсіріп алайын. Түсіре білмеш. Ой, не болды? Мұнда қыздар әңгімелесіп жатыр. Қалайсыңдар қыздар? О, қалайсың Аружан? Сен бір ретте ғана басқа камера ұстап жүрдің ғой. Менің үйімде камера толып тұр. Почти 11 бар. 11? Менің үйімде тіпті бірде-бір камера жоқ. Білмеймін. Жарайды қыздар, мектепке кірейік. Жарайды. Кеттік. Мектептің мұнша адам боламыз деп ойламадым. Иә. Бүгін бүкіл оқушы түгел келген ау дейін. Иә, мен де сенімдімін. Сыныпта біраз столды көрші сыныпқа кетіп қалып ғой. Енді біз сыныпқа сыймаймыз. Әрине орнына балайық. Әппесі тұрып тұрамыз, иә. Кеттік. Жүріңдер. Ал балалар, сабағымызды бастаймыз. Ағай, біз қайда отырамыз? Сендерге орын жетпей қалды ма не? Тақта орындар қайда? Білмеймін. Онда сендер тұра беріңдер. Жетпеген осы еді. Сабағымызды бастай берейік. Мен жазайын тақтаға. Осыларды кім тақтаға шығарады? Біз мына жерде орындыққа отыра береміз өзім. Иә. Ағай, мен шықсам бола ма? 20 шығады. Дұрыс. Саған 5. Рахмет ағай. Жарайды, келесі есеп. Ағай, сізге бір сұрақ қойсам бола ма? Қандай сұрақ?
Мен кеше жаңалықтан көрдім да, зомбилер осы қалаға келе жатыр екен. Сол рас па? Білмеймін, мен кейін кезде жаңалық көріп жүрген жоқпын. Ағай, мен де жаңалықтан көрдім, осы қалаға зомбилер келе жатыр екен. Сіз зомби туралы білесіз ба? Білемін, кішкентай кезімде бұндай болған менің өмірімде. Сонда зомби деген шын ба? Мен қатты қорқам. Балалар, тынышталыңдар. Бірақ біз ол кезде бір дәрі тауып бүкіл зомбилерден құтқарып қалғанбыз. Қазір сол менің шал кезімнен тағы болайын деп жатыр. Мен толығын білмеймін, бірақ зомбилер басады дегенге мен сенбеймін. Ол рас болса ше, шынымен қалаға зомбилер келетсе не болады? Оны бір Құдай біледі. Сондықтан сендер ондайға алаңдамай сабақтарыңды оқыңдар. Сонда біз зомбиға айналамыз ба? Немене? Болды балалар, ұмытыңдар. Перемен. Сонда ағайдың айтқаны рас болса не болады? Бүкіліміз зомбиға айналамыз. Адамды қорқытпашы. Немене сөздер айтасың? Жаман сөз айтпашы. Не болды, бәрі маған қарап қалыңдар ашуланып? Жай кинодағы көргенімді айттым мен. Туй, адамды қорқытыңдар ғой. Үйге қалай барам мен енді? Мен камераға түсіп алам. Оқырмандарымнан бұл рас па, соны сұрап көрем. Ha? Не ол? Білмейсің ба не? Қазір баршаңызға қайырлы кеш. Біз қазір бірінші сабақтан шықты. Мынау менің достарым. Сәлем. Сіздерге бір сұрақтарым бар. Қалаға зомби келетқан деген рас па? Соны маған жазып жіберіңіздерші. Так, болдым. Камерамда үшін менде бұны. Қазір менің телефоным осының ішінде, я. Қазір мен оны ютубқа салам. Енді келесі сабаққа кеттік. Келесі сабақта шын ба өтірік па сол екенін білеміз. Жарайды, өтірік болса екен. Сабақтан кейін. Наконец-то сабақ бітті. Я. Бір жеңілдеп қалдым ғой. Айтпақшы, Аружан, сен видео түсіріп едің ғой, зомби шын ба өтірік па деп. Соны көрші, оқырмандарың шын ба өтірік па жазыпты ма? Қазір оқиын. Мә, шын дейді. Бұлай жазыпты. Сіз білмейсіз ба, біз басқа қалаға көшіп барадырық. Сізде көшіңіз деп жазыпты біреу. Немене? Мә, мен оны үйме тез жиналам. Қаланы зомби қаптап атыр. Келген 1-2 сағаттан бұрын. Біз сонда қалай жетеміз? Жарты қаланы зомби басып кеткен. Не дейді? Мә, біздің ауыл... Онда демек, осы жерлерде зомби жүр. Мә, үйімізге қалай қайтамыз? Ата-анамыздың халі не болды? Ha? Biz sonra zombiге айналамыз ба? Мен зомбиге айналым келмейді. Не істейміз? Білмеймін. Оқушылардан сұрап көрейік. Айтпақшы, зомби басып атқан деген шын ба? Мына зомби ғой! Қашыңдар мектепке! Ұлдар, есікті жауып ұстап тұрыңдар. Кәз, есікті ұстап тұрмыз. Кетіп қалды шамалы. Не істейміз енді, үйімізге қалай қайтамыз? Так, мен үйімде керекті күшті заттар бар. Мен үйіме қайтқым келеді, мен де. Қалай шығасың? Айналамызда зомби қаптап жүр. Мен де білмей.
Тұрмын. Мен де үйге қайтқым келіп жатыр. Айтпақшы, біз бұл жерде отыра береміз ба? Қанымыз ашып өлерміз. Иә, айтпақшы. Біреуіміз осы мектептегі асүйге баруымыз керек. Мен бармаймын. Қыздар бармайды. Смесле қыздар бармайды. Біз енді қызбыз ғой. Бопты. Қазірше не істейтініміз ойланып алайық. Айтпақшы, Аружан, сенің камераң бар ғой. Оқырмандарынан көмек сұра. Я, оны ойламаппын. Қазір. Оқырмандарым, мені құтқарыңдаршы, өтінем. Мен 29-ші мектепте оқимын. Біз мектепте бүкіл сыныптасымызбен қамалып қалдық. Мектепте зомбилер қаптап жүр, өтінемін. Көмектесе алсаңдар, бізге көмектесіңіздерші, өтінемін. Болды, енді қазір оны былай итіп қалсақ қойдым. Бір адам жаз. Біз көмектесе алмаймыз, дейді. Біз үйде қамалып отырмыз. Біреулері біз үйіміз бұл қаладан көшіп кеттік. Мен көмектесе алар едім, бірақ ата-анам рұқсат бермейді. Мен көмектесе алмаймын. Ешқайсысы көмектесе алмайды. Бұл қолымыздан келмеді, енді не істейміз? Менің қарным аша бастады. Менің де. Достар, осымен зомбидің бірінші бөлімі аяқталды. Жалғасын түсірейін ба, түсірмейін ба? Соны жазып кетіңіздер.